Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Инстаграмдағы оқырмандарымның сұрауы бойынша баноффи пай тортының жасалу жолымен бөлісемін. Бұл торт маған өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. 200 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға 100 грамм қант ұнтағын және шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын 2 жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Үш 360 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш салып, електен өткізе отырып, жаңағы массаға салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан соң, оны пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осы қамырдан печенье жасауға да болады. Форманы сары маймен майлаймыз және жаңағы тоңазытқыштағы қамырды жайып шығамыз. Бір тегіс етіп жайып, шетіне бортик шығарып, шанышқының көмегімен осылай тесіп шығамыз, қамыр піскенде көтеріліп кетпеу үшін. 180 градуста қызып тұрған пешке салып, 20 минут пісіріп аламыз. Бұл біздің тортымыздың негізі, яғни основасы болады. 400 грамм қайнатпалы қойылтылған сүт салып, тегістеп шығамыз. 2 бананды турап алып, осылай қойып шығамыз. Енді крем дайындаймыз. 300 мл салқын кілегейге 50 грамм қант ұнтағын салып, қою масса болғанша, яғни крем өзінің формасын ұстап тұратындай болғанша миксерлеп аламыз. Міне крем дайын болды. Енді кондитерлік қапшыққа насатканы кигізіп, кремді салып, жаңағы торттың бетін осылай әсемдейтін боламыз. Какао ұнтағын осылай електен өткізіп шығамыз. Бұл біздің тортымызға ерекше әдемі көрініс береді. Қазір тортты кесіп қараймыз. Достар, бұл торт өте керемет болып, дәмді болып шығады. Менің рецептіммен дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Егер осы рецептпен дайындап жатсаңыздар, ас болсын.